Ал Ботақан, бүгін жаңа әріп өтейік. Өткен жолы қандай әріп өттік? Қысқа ға. Ғы өткенбіз, е? Қандай сөздер келіп еді ғы деген әріп? Ғарышкер. Дұрыс, ғарышкер, ғаламшар дегенге келді, е? Бүгін қандай әріп? Мынау қандай әріп? Г. Г деген әріп, е? Қалай дейсің? Қандай сөздерде келеді ол? Гүл. Дұрыс, мынау қандай гүл? Роза. Раушан гүл, е? Роза, е? Мынау не нәрсе? Газета. Газета, е? Газета дегенге де Г келеді, е? Дұрыс айтасың. Мынау қандай буындар? Ак. Аг, дұрыс. Га. Дұрыс. Мынау? Ог. Мынау? Го. Мынау келесі. Мынау қандай буын? Го. Ой. Уг. Дұрыс. Гу. Дұрыс. Мынау? Иг. Ге. Дұрыс. Иг. Ги. Эг. Дұрыс. Г. Дұрыс. Жарайсың. Ары қарай. Мынандай үш әріптен тұратын буындар екен. Илге. Келесі. Илге. Білге. Білге. Үлгі. Үлге. Ілгі, ілге де. Илге. Илге. Дұрыс. Жарайсың. Ары қарай. Ирге. Мынау? Ирге. Ірге. Ірге. Мысалға бірге. Бірге. Сүргі. Сүргі. Дұрыс. Жақсы, ары қарай. Ма. Нге. Мынау, келесі. Ге. Үнге. Дұрыс. Жарайсың. Мынау? Үнге. Мынау? Ге. Дұрыс. Үнге. Үнге? Үнге. 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 Дұрыс. Жақсы, жарайсың. Ары қарай сөздерді оқиық. Мынау қандай сөз? Гүл. Гүл, дұрыс. Гүл. Келесі. Гу. Гу. Ил. Гуэл. Гуэл, дұрыс. Желдің гуілі, е? Ву деп жел соққан соң гуіл деп айтады, е? Келесі сөз. Үл. Үл. Е. Г. Үлгі. Дұрыс. Үлгі. Бір нәрсенің үлгісі, е? Немесе үлгілі бала деп айтады. Тәртіпті, тәрбиелі балалар, де? Жақсы. Келесі сөз. Мынау қандай сөз? Е. Гін. Қандай болды? Егін. Егін, дұрыс. Егін даладағы егістікті алады. Егін деп айтады, е? Бидайды, арпаны егіп қояды, соны егін деп айтады. Келесі сөз. Егіл. Дұрыс. Егіл. Келесі. Егеу. Дұрыс. Мынау сөз. Не. Ке. Неге. Дұрыс. Неге деген сұрақ, е бұл? Неге олай істедің деп айтады, е? Мынау қандай сөз келесі? Шеге. Дұрыс. Шеге. Ол не нәрсе? Ағашқа бүйтіп тік-тік-тік деп қағатын нәрсе, не? Шеге деп айтады, е? Келесі. Ілгек. 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 Ол не нәрсе? Білмеймін. Мысалы бүйтіп, мынау тұрса бүйтіп, мынау ілгек сияқты деп атып. Мынаға мысалы бүйтіп, киім-кешектерді іліп қоюға болады, бүйтіп, ілгек нәрселер. Бүйтіп, бір нәрсені шығып тұрғандарын ілгек деп айтады. Е? Крючок? Крючок, е. Ары қарай. Мынау қандай сөз? Сүлгі. Сүлгі. Дұрыс. Сүлгі деген білесің бе? Ол орамал. Бетімізді сүртеміз ғой? Соны сүлгі деп айтады басқаша. Келесі сөз? Тігіс. Дұрыс. Тігіс. Тігіс. Ол не екен білесің бе? Мына киімді мына жерге мысалы тігіліп тұр ғой мына жер біткен. Жіппен машинкамен түк деп тігіп тастаған, өзің неңді қара.
мына жерде осыны тігіс деп айтады. Киімнің тігісі деп. Түсіндің ба? Я. Жақсы. А мынау келесі сөз? Ілгіш. Ілгіш. Ілгіш, оны білесің, е? Я. Киім іліп қоятын. Ілгіш, е? Я. Дұрыс. Жақсы. О, қандай сөз мына? Мер. Иә. Мерген. Дұрыс. Ол кім мерген деген? Мерген деген ана мылтықпен дәл атып тигізетін адамды мерген деп айтады. Мына кісі Әлия Молдағұлова дейтін қазақтың батыр мерген қызы. Мылтықпен күшті ататын болған. Мерген деп сондай дейді. Түсіндің ба? Я. Жақсы. Мынау қандай сөз? И. Тил. Г. Қандай сөз шықты? Ителгі. Дұрыс, ителгі. Ителгі деген ол құс. Осыны сен білмейтін шығарсың. Ителгі деген осындай құстың атауы. Жақсы. Келесі сөз қандай сөз? Ер. Иә. Тегі. Ертегі. Дұрыс, ол не? Ертегілер, е? Я. Мынау қандай ертегі? Бұл шалқан ертегі. Дұрыс, шалқан деген ертегі, е? Я. Ата, апа, қызы, ит, мысық. И мына жерде кім тұр? Ең соңында келген кезде шалқан жұлынып кетуші еді ғой. Кім мынау? Тышқан ғой. Я. Тышқан, е? Тышқан. Дұрыс, ертегілер, е? Келесі қандай сөз? Те. Ге. Не. Тегене. Не, ол? Тегене. Дұрыс, тегене деген мынандай ыдыс. Е? Кейде шара деп айтып жатады деген. Ішіне ұн салып, ұн илеуге болады. Бізде сондай бар. Иә, бізде бар. Бүкіл үйде бар ондай нәрсе. Келесі қандай сөз? Ке. Ре. Ге. Кереге. Дұрыс, кереге деген мынандай киіз үйдің қабырғасын кереге деп айтады. Көрдің бе мына? Бүйтіп мына тор сияқты болып тұр ғой, тор көздері бар, бүйткен ағаштар. Осыны кереге деп айтады. Қара. А мынау киіз үйдің есігі, мынау киіз үйдің уықтары. Есіңде ме? У деген әріптеткен өттік қой, е? У. А мына үстіндегі тұрған дөңгелек ол шаңырақ деп айтады. Мынау киіз үйдің қаңқасы. Мынау осы жерін кереге деп айтамыз. Түсіндің бе? Жақсы. Сізге келдік. Сөйлемді оқиық. Қандай сөйлем? Оқи ғой. Гүл. Нұр. Иә. Гүлнұр. Гүлнұр. Иә. Адамның аты, е? Иә. Ары қарай. Ақ. Иә. Ақ. Түйеге. Түйеге, иә. Сонда қалай сөз, қандай сөз болды? Гүлнұр ақ түйеге. Иә, соңғы сөз. Иә, сонда сөйлем толығымен қалай болды? Гүлнұр ақ түйеге мінді. Дұрыс айтасың, Гүлнұр ақ түйеге мінді дейді, е? Иә. Жарайсың балапан, бүгінгі сабақты да жақсы оқыдың. Әріптерді де, буындарды да, сөздерді де, е? Сөйлемді де оп-оңай оқып тастадық. Бүгінгі сабаққа 5 деген баға аласың, е? Жақсы. Жақсы, онда сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз. Сау болыңыз.